Жөтелді үй жағдайында қалай емдеуге болады? Жөтелдің құрғақ, көк және аллергиялық түрлері болса, оны емдеудің тәсілі көп. Емханаға барып, екпе салудан бұрын үй жағдайында да жөтелден жазылуға болады. Жөтелді үй жағдайында емдеудің ең тиімді 5 тәсілі. Егер де жөтелді үй жағдайында емдеудің ең тиімді 5 тәсілін білгіңіз келсе, онда мына видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіз. Ұнаса да, ұнамаса да тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз. Осылай жасау арқылы біріншіден қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосасыз. Екіншіден ана тіліміз қазақ тілінде дамуына азғандай да болса септігіңізді тигізесіз. Жақын жуық дос-жараныңызбен бөлісіп, қоңыраушанды басып қоюды ұмытпаңыз. Бұдан кейінгі шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін. Жөтелді үй жағдайында емдеудің бірінші тәсілі. Сүт пен бал. Қатты ысымаған сүтке бал қосып ішу жұтқыншақты жұмсартып, жағымды әсер береді. Мұны мүмкіндігінше ұйықтар алдында ішкен дұрыс. Сонда тамақ жыбырлағанын азайтып, тыныш демалуға мүмкіндік береді. Ол үшін бір кесе немесе бір стакан сүтке 1-2 қасық бал, сосын саусақ ұшымен кішкене ас содасын қосу қажет. Мұны түсте және кешке қабылдау жөтелді босатып, қақырықты түсіріп, организмдегі зиянды заттардың сыртқа шығуына әсер етеді. Екінші тәсіл. Бұл көкөністі қолдану. Жөтелді қойдырудың тағы бір әдісі көкөністерді пайдалану. Ол үшін 1 картоп, 1 алма және 1 пиязды суға салып қайнату қажет. Бұл ретте картоп пен алманы сол күйінде, ал пиязды ашып салған дұрыс. Сонымен қатар отты баяу қоюды да ескерген жөн. 2 мәрте қайнатып, суы біраз сарқылғанда оттан аласыз. Дайын болған сұйықтықтан күніне 1 шай қасықтан 3-4 рет ұрттап отырсаңыз, жөтелді қойдырады. Үшінші тәсіл. Құйрық май. Қойдың құйрық майын ерітіп пайдалану жөтелге дауа. Ол үшін құйрық майды ысытып, онымен алқым, арқа және 2 табанды сылап шығу керек. Сылаған соң мейлінше қымтанып, қалың жамылып демалған дұрыс. Жылы күйінде майдан 1 қасық ұрттау да жөтелді кетіруді жылдамдатады. Біраздан соң денеңіз жіпсіп, терлей бастайды. Себебі құйрық май ішке барған соң қолқаны жібітіп, жанды қинаған жөтел қақырыққа айналады. 4-ші әдіс. Бумен емдеу. Жөтел енді бастап келе жатқан кезде дәрігерлер ингаляция жасауды ұсынады. Егер мұндай аппарат болмаған жағдайда, қолда бар заттарды да кәдеге жаратуға болады. Мәселен, ас үй ыдысына тостаған не шұңғыл тәрелке ыстық су құйып, соған қарай еңкейіп, басыңызды сүлгімен қымтап алу керек. Бірнеше рет бумен демалу жөтелді босандырады. Егер ингалятор аппараты болса, бұл процесс жеңілдей түседі. 5-ші тәсіл. Ірі қара бұрыш. Кәдімгі ұсақ емес ірі домалақ пішінді қара бұрыштар жөтелді қойдыруға таптырмас ем. Оның 2-3 данасын ауызға салып шайнау керек. Егер 3 күн қатарынан үзбей күн сайын 1 мәртеден қомдансаңыз, жөтеліңіз қайта бастайды. Қара бұрыш кеңірдекті емдеп, тыныс жолдарын ашып, жөтелуге мәжбүр етіп тұрған бактерияларды жояды. Сондай-ақ қара бұрышты қайнаған сүтке араластырып ішуге де болады. Видеодан сіздерге пайдалы ақпарат бердік деген ойдамыз. Егер де қан неге қоюланады, немесе оны сұйылтудың жолдарын білгіңіз келсе, дәл қазір келесі видеоға өтіңіз.